Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма кіріп, подписаться бөлін басып, және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Түсіңізде танитын адам сізді сүйсе, сол марқұмнан көп жақсылық келетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адам өзінің ішін ауырып тұрғанын айтса, онда ол әкесі және туған туыстары жайлы сұралып жатқандығына ишара. Түсіңізде қайтыс болған адам өзінің аяғының ауырғанын айтса, онда ол мал-мүлкінен ысырап жасағандығына ишара. Түсіңізде танымайтын қайтыс болған адамды сүйсеңіз, ойламаған жерден ақша табасыз дегенді білдіреді. Дәл солай сізді де танымайтын өлген адам сүйсе, жақсылыққа кенелетіндігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адам киімін жуып беруді айтса, онда ол адамның сізден дұға сұрауда, садақа беруіңізді, қарызын өтеп беруіңізді және де өсиетін орындауыңызды сұрауда. Кімде-кім өзінің өлгенін және зиратқа әкетіп бара жатқанын көрсе, бірақ көмілмесе, онда өзінің жауларын жеңетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болып, одан кейін тірі жүргеніңізді көрсеңіз, онда екі жору бар. Оның бірі кедейшіліктен шығып байлыққа кенелесіз, ал екіншісі күнә ісіңізге тәубе етесіз дегенді білдіреді. Түсіңізде қабірдегі адамдар тұрып бүкіл тамақты жеп қойғанын көрсеңіз, тамақтың бағасы қымбаттайтындығының белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамға қарап намаз оқысаңыз, жүрегі қатты адамға уағыз айтып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адамның ізімен жүріп келе жатқаныңызды көрсеңіз, сол адамның жолымен немесе ісімен айналысыңыз дегенді білдіреді. Түсіңізде жалаңаш болып қайтыс болғаныңызды көрсеңіз, кедейшіліктің белгісі. Түсіңізде кілем үстінде қайтыс болсаңыз, онда мына өміріңіз жақсы өтетіндігіне ишара. Түсіңізде балаңыздың қайтыс болғанын көрсеңіз, жауларынан қашып жүргендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болып қабірге көмілгеніңізді көрсеңіз, егер сіз бойдақ болсаңыз, үйленетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамдардың арасында жүрсеңіз, 200 адамдардың арасында жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адамның шаршап тұрғанын немесе бір іспен айналысып тұрғанын көрсеңіз, онда сіздің бір нәрсені уайымдап жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде тірі болып қайтыс болған адамдармен ұйықтасаңыз, жасыңыз ұзақ болатындығының белгісі. Түсіңізде тірі адамның қайтыс болған адамдармен тұрғанын көрсеңіз, ол адамның діннен алыстағанның белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамның суға батып жатқанын көрсеңіз, өзінің қателіктерінен сұралып жатқандығының белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамның мешітте жүргенін көрсеңіз, азаптан құтылғанына ишара. Түс жорушы муфассир ғалым Абу Сағид түсінде өлімді көру жасаған бір үлкен күнәсына өкінгендігінің белгісі дейді. Яғни, кімде-кім түсінде өліп қайта тірілсе, ол үлкен күнә жасап, соған қатты өкініп, тәубе еткендігінің белгісі. Бұған дәлел ретінде Алла тағаланың Құран кәрімдегі Ғафир сүресінің 11 аятын келтіруге болады. Ол аятта күнә жасаған адамның жағдайын келтіреді. Олар: Раббымыз, бізді 2 рет тірілтіп, 2 рет өлтірдің. Енді күнәларымызды мойындадық, ал енді бізге шығар жол бар ма дейді. Абу Сағид тағы бір сөзінде, негізі түсінде өлімді көрудің сырын бір Алла біледі. Алайда түсіңізде бір өлген кісінің жақсы іс істеп жатқандығын көрсеңіз, ол кісінің сол істі жасауға шақырып жатқандығының белгісі. Ал жаман нәрсе істеп жатқан болса, онда ол істен сізді тыйғаны. Өлген адамның түске кіруін Абу Сағид былай жорыған: өлген адам өзінің өлмегенін айтса, онда ол шахидтердің қатарында екендігіне ишара, яғни Алла жолында қайтыс болғандығы. Егер қайтыс болып кеткен адамның ауырып жатқандығын көрсеңіз, онда оның діні жайлы сұралып жатқандығының белгісі. Егер қайтыс болған адам сап-сау күліп жатқан болса,
онда арғы дүниедегі өмірі жақсы екендігінің белгісі. Кімде-кім түсінде қайтыс болған адаммен дос болғанын көрсе, онда ол алыс сапарға шығатындығына ишара. Кімде-кім өлген адамның тірі адамды ұрып жатқан болса, онда ол діндегі бір жаман амалды жасағандығының белгісі. Ал егер қайтыс болған адам түс көрген адамды ұрып жатқанын көрсе, онда ол сапарда бір жақсылыққа жолығады дегенді білдіреді. Егер қайтыс болған адамның ұйықтап жатқандығын көрсеңіз, онда ақыреттегі жағдайы сондай рахат ұйқыда болатындығының белгісі. Кімде-кім түсінде қайтыс болған адамның онымен сол кісі жайлы немесе біреу жайлы айтып жатқанын көрсе, онда оның айтқанының барлығы шындық екенінің белгісі. Кімде-кім түсінде өлгеннің тірі екендігін көрсе, онда тоқтап қалған ісіне Алла тағаланың берекет беретіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамның түрі қарайып кеткен болса, онда ол кәпір болып жан тапсырғанның белгісі. Түсіңізде өлген адамның амандасқандығын көрсеңіз, онда оның арғы дүниедегі жағдайы жақсы екендігінің белгісі. Ал егер түсіңізде қайтыс болған адамның сіздің қолыңыздан ұстағанын көрсеңіз, онда ойламаған жерден ақша келетіндігінің белгісі. Түсіңізде өлген адамдарға сөйлеп жатқаныңызды көрсеңіз, онда сіздің басқа адамдармен араларыңызда сенімсіздіктің бар екендігінің белгісі. Түсінде қайтыс болған адамды қуанышпен құшақтағанын көрсе, онда оның өмірі ұзақ болатындығына ишара. Егер жүкті әйел түсінде қайтыс болған адамды көрсе, онда ол кісінің атынан садақа беруін сұрауда. Егер жүкті әйел түсінде қайтыс болған жақын туысын көрсе, онда босануы ауыр болатындығының белгісі, сол үшін абай болу керек. Егер жүкті әйел түсінде қайтыс болған жақын адамын көрсе, және ол өзінің тірі екендігін айтса, онда жеңіл босанады дегенді білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған адамды көрсеңіз, онда мол ақша табатындығыңызға ишара. Егер түсіңізде өмірден өткен ағаңыздың тірі күндегі бір жағдайын көрсеңіз, онда оның арғы дүниедегі жағдайы жақсы екендігіне ишара. Сіз ол кісі үшін дұға қылыңыз, Алла оны өз рахымына алсын. Егер түсіңізде қайтыс болған адамыңыздың тіріліп жатқанын көрсеңіз, онда алға қойған мақсатыңызға міндетті түрде жететіндігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған адаммен сөйлесіп жатсаңыз, сізді қоршаған адамдардың кейбірі ұнатпайтындығының белгісі. Егер қайтыс болған адаммен тамақтанып отырсаңыз, онда ол жақсы іс істеп жүргендігіңізге ишара. Егер қайтыс болған ағаңызбен тамақ ішіп жатқан болсаңыз, ата-анаңыздың сізді жақсы көретіндігіне ишара. Егер түсіңізде кебін кимеген қайтыс болған адамды көрсеңіз, онда өміріңіз ұзақ болатындығына ишара. Түсіңізде бір адамның кенеттен өлгенін көрсеңіз, онда сіздің кенеттен байып шығатындығыңызға ишара. Түсіңізде қайтыс болған адамның киімсіз тұрғанын көрсеңіз, онда ол кісінің бұл өмірден ешбір жақсылықсыз өткендігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған адамның жуынып жатқанын көрсеңіз, онда сіздің басыңызға түскен қайғыдан арылатындығыңызға ишара. Егер түсіңізде қайтыс болған адаммен сөйлесіп жатқан болсаңыз, онда сіздің айтқан сөздеріңіздің рас екендігіне ишара. Егер сіз түсіңізде қайтыс болған адамыңызды бірнеше рет көрсеңіз, бұл оның сізге берген жақсы тәрбиесінің белгісі.